Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. İslam şariatında her bir farz amallar үшін, яғни farz sadaqalar үшін Allah subhanahu wa ta'alaның өзі шариғатында ол парыздың беретін күнін, ол парыздың беретін көлемін, ол парыздың беретін адамына, тиісті адамына Allah subhanahu wa ta'ala белгілеп қойған. Мысалы, құрбан садақа міндет, вәжіп. Ол қай күнде беріледі, күнін белгілеп қойған. Яғни құрбан айтты, көлемі белгілеп қойған. Қой, сиыр, немесе түйе деп белгілеп қойған шариғат. Кімге беріледі? Ол мұқтаж жандарға беріледі. Мысалы, пітір садақа да солай, міндет қой. Оның күні белгілеп қойған. Құрбан оразаның ішінде, немесе ораза айттан бұрын беріледі. Уақыты да белгілеп қойған, көлемі де шариғат өзі айтып қойған. Мысалы, бізде қазір 200 теңге деген сияқты. Оның беретін адамдарды мұқтаж адамдарға береді. Сол сияқты жаңағы зекет бар, басқа бар, парыз садақалар бар. Оның шариғат сен өзің қалауыңдан бере алмайсың. Мысалда, құрбандықты сен оразада шала алмайсың. Болмайды. Сен шалғаныңмен де ол құрбандық болмайды. Немесе пітір садақа сен құрбан айтта бере алмайсың. Немесе зекетті сен 3 жылдан кейін бере алмайсың. Ол уақыты бар, әрбір көлемі бар. Сен зекет көлемін, мысалы саған 30 мың теңге уәжіп болып тұрса, сен 20 мың теңге бере алмайсың. Бұл парыз садақалардың мәселесі. Парыз садақаларды Алла субханаху ва тағала өзі шешеді. Күнін де өзі шешеді. Бірақ екінші садақалар, нәпіл садақалар бар. Оны күні жоқ, көлемі жоқ, беретін адамдары жоқ. Осы күнде бер деп айта алмайсың сен. Осы күнде нәпіл садақа бер десең, сен күнәһар болдың. Осы адамға бер десең күнәһар болдың. Осындай көлемінде міндетті түрде бер десең күнәһар болдың. Ол нәпіл садақа. Парыздың қарама-қайшысы. Кім осы садақаны осы күнде беру керек десе, мысалы шектік сияқты, осы күнде осындай көлемі садақа беру керек десе, ол адам күнәһар болды. Ол шариғат бекітпеген нәрсені өзіне бекітті. Ол дұрыс емес. Тағы біздерде бір ереже бар. Бір амал, бір мұстахаб амал, бір жақсы амал, ол бидатқа алып баратын болса, ман асарра алал амрил мандуб фауа таркуhu афдал. Бір мандуб амал бидатқа алып баратын болса, мұстахаб амал бидатқа алып баратын болса, оны тарқы абзал. Қалай енді макрух амалдың, бидат амалдың тарқ қылуы өте маңызды. Тағы бір ереже, бір жақсы амал дейді. Халықтың арасына фитна шығаратын болса, сенің парызыңды жойып кететін болса, яғни бұлардың сондай ой пайда болып отыр. Құрбандық шалмаймыз деп, яғни жаңағы шектік салған адам құрбандық салуға болмайды деген, яғни адамның міндетін, яғни үлкен құлшылығына зиян беретін болса, оны міндетті түрде тарқ қылу керек дейді, жаңа ереже бойынша. Сол себептен қазіргі заманда біздің уағызшылардың, дінде жүргендердің міндеті сол уәжібін, яғни құрбандығын алып қалу. Сол себептен біз не істеуіміз керек? Сол шектікті біз арадан алып тастауымыз керек. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.